Бой, мынау бала дейтін екті лоббида оружие ұстап алған ба, невәли? Бұл бала осындай баг тапқан болса, мен енді басқаша түрде баг табатын болам. Видеоны көріңіздер. Барың ассалаумағалейкум достар. Сіздермен мен Зіляркизет. Видеоның превьюстың атынан көріп тұрғандарыңыздай, бүгін мен сіздерге лоббида ұстауға болмайтын оружияны қалай лоббида ұстау керектігін айтам. Лайктарыңыз басып, арнаға тіркеліп, өздеріңіздің күшті бір комменттеріңізді жазып кетіңіздер, ал біз видеомызды бастаймыз. Қараңдар, мысалы, мына дробашты лоббида ұстауға болады, ал мына дробашты лоббида ұстауға болмайды. Біз мына дробашты лоббида қазір ұстаймыз. Ол қалай? Қазір көресіздер. Мысалы, осы дробашты показать лобби деген басқаны сразу найти етіп аламыз. Все, қазір мен сіздерге каткаға кіріп көрсетемін. 2000 years later. Достар, міне біз каткамызға кірдік. Бұл жерде міне менің қолымда бағанағы дробаш. Басқа дробаш емес, қараңыздар. Дәл осы дробаш. Бұл баг ең оңай багтардың бірі. Сіздер уақытында басып үлгерсеңіздер болғаны. Қазір мен сіздерге басқа оружиялармен қалай жасайтынын көрсететін боламын. Бағана дробаш болды. Қазір мен АК-ны ұстайтын болам. Осы АК-ны лоббида ұстауға болады, мынаны ұстауға болмайды. Қазір біз бұны бағанағыдай басымызды сразу найти етіп аламыз. Ол үшін тез қимылдау керек. Қазір мен сіздерге каткаға кіріп, бұны да көрсететін болам. Қараңдар достар, бағана бізде водяной АК еді лоббида ұстаған кезде, ал бізде мына жерде міне осы АК пчела. Міне осындай қолданыңыздар, өте жақсы. Бағана біз басқасын ұстаған едік, қазір біз тағы басқасын ұстап отырмыз. Мынау негізі тематический лутбокс, лоббида ұстауға болмайды. Енді мен каткаға кіріп көрген жоқпын, каткада қалай ауысатынын. Енді біз тағы да басқа оружияларды сынайтын боламыз. Енді біз М60-ға сынап көрейік. Бұл М60-ды лоббида ұстауға болады. Біз аламыз. Осын показать лобби дейміз, бағанағындай мынаны киіп аламыз. Қазір каткаға кірейік, тексерейік. Достар, бағана бізде ана М60 еді, қазір лоббида ұстауға болмайтын М60. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Бұл багты көбі білмейді негізі, бірақ білетіндер де бар. Осы менің багты тапқаным үшін лайкыңызды басып кетіңіздер. Ендігі видеода не шықсын, мен өзім ойым хайлайт жасап қойдым, сол шықсын ба? Егер шықсын десеңдер, лайктарды аямай басып, комментарий жазып кетейік. Сіздермен бірге болған мен Зіляркизет. Сау саламатта болыңыздар. Давайте!